Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың жалғыз қызы мен бір қызыл сиыры бар екен. Күндердің күнінде кемпірі дүние салып, шал тағы да үйленеді. Бұл кемпірдің де жалғыз қызы болады. Кемпірі өз қызына ештеңе істетпей, үйдің бүкіл жұмысын өгей қызына артып қояды. Қызыл сиырды бағуда соның мойнына түседі. Бір күні қыз әдеттегідей қызыл сиырды өріске айдап шығады. Өгей шешесі қапқа толтырып жүн салып, кешке дейін осының бәрін иіріп әкелетін бол деп бұйырады. Қыз мына жүнді иіріп үлгермеймін-ау деп ойлайды. Анасын еске алып қамығады. Өгей шешесінің тым қатыгездігін ойлап, шарасыздықтан жылап отырады. Сол кезде қызға жаны ашыған қызыл сиыр қасына келіп, адамша тіл қатады. Қызым, сен жылама. Жүнді маған қалдыр да, өзің ұйықтап тынығып ал. Сен тұрғанша мен бәрін дайындап қоямын. Қыз таңданып, аңырып қалады. Бірақ үй шаруасынан шаршағаны сонша көп замай ұйықтап кетеді. Ұйқыдан оянса, жүн иіріліп қапқа салыныпты. Қызыл сиыр жайымен шөп жеп жүр. Кешке қыз иірілген жүнді өгей шешесіне әкеп береді. Ол қыздың соншама көп жұмысты қалай атқарғанына таң қалады. Ертеңіне одан да көп жүн береді. Оны да қыз кешке дейін иіріп әкеледі. Өгей шешесі қайран қалып, қызды аңдымақ болады. Ол күні де қыз өріске келіп, ұйқысын қандырады. Жұмыстың барлығын қызыл сиыр тындырып қояды. Кенет бір уыс жүнді жел ұшырып әкетеді де, қыз оның соңынан қуып кетеді. Өгей шешесі оған көрінбей еріп отырады. Жүн ақыры бір үйдің мұржасына барып қонады. Қыз терезеден қараса, төрде құрақ құрап отырған кемпір отыр екен. Қыз үйге еніп, апа, мұржаңыздағы жүнімді алып беріңізші дейді. Қызым-ау, отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын, өзің ала ғой дейді кемпір. Жүнді алып, рахметін айтып кетіп бара жатқан қыздың кішіпейілділігіне риза болған кемпір. Айналайын, менің басымды қарап берші дейді. Қыз кемпірдің шаштарының арасына ашып қалса, ішінен асыл тастар, әдемі моншақтар домалап түседі. Кемпір тастарды жинап беріп, енді мен сені шомылдырайын деп, қыздың шашын, қасын, кірпіктерін қара сумен, денесін аппақ сумен жуындырады. Қыз аяқ астынан құлпырып, әп сәтте сұлу болып шыға келеді. Осының бәрін көрген өгей шешесі қыздан бұрын үйіне жетіп түк білмегендей отырады. Күн бата қызыл сиырды алдына салып, өрістен қызда қайтады. Қыз келген бойда өгей шешесі кемпір берген асыл бұйымдарды тартып алады. Келесі күні не істеу керек екенін түсіндіріп, сиырды бағуға өзінің қызын жібереді. Қыз тез ұшырып әкетсе екен деп жүнді жайып тастайды. Біраздан соң жел тұрып, өткендегі жағдай айна қатесіз қайталанады. Соңынан қуып келген қыз, «Әй қақпас, менің жүнімді тез алып бер» дейді. Кемпір кешегі өгей қызға айтқанын бұған да айтады. Қыз жүнді алып кемпірдің қасына келеді. Шашының арасын ашып қараса, ішінен бейт сіркелер түсіп, қыздың денесіне жабысады. Қызды ашу қысады. Кемпір мұны да шомылдырады. Қыздың шашы мен қасын ақ сумен, денесін қара сумен жуындырады да үйінен қуып шығады. Қыз жылап, елге көрінуге ұялып, ағаштарды тасалап үйіне келеді. Шешесі қызының түрін көріп, шошып кетеді. Бар пәле осы сиырда. Ертең қызыл сиырдың көзін құрт деп шалға ақырады. Оны естіген өгей қыз қызыл сиырға келіп, сені ертең сояды, менің жанашырым едің деп еңіреп жылайды. Қызыл сиыр қызды жұбатып, жылама айналайын,
Ертең мені сойып, ет асқанда, ең құрығанда маған сүйектерін қалдырыңдаршы деп, менің сүйектерімді жинап алда, кісі батпайтын жерге апарып, асықты жілікті бір бөлек, кәрі жілікті бір бөлек, қабырға сүйектерін бір бөлек көміп таста. Жанына белгі қойып кет. 7 күн өткеннен кейін жаңағы көмгендеріңді қазып ал. Қалғанын содан соң көрерсің дейді. Қыз сиырдың айтқанын бұлжытпай орындайды. Бір 7 өткен соң сүйектерді қазып алуға бара жатқанда атқа мінген жолаушы жігітке кезігеді. Екеуі бір-бірін ұнатып қалады. Сөйтіп, сүйекті көмген жерге бірге келеді. Асықты жілікті көмген жерді ашқанда, ішінен арқырап ақбозат, кәрі жіліктің орнынан іші алтын күміске толған алтын сандық, қабырға сүйектері жатқан жерден сәнді киімдер шығады. Екеуі әрі таңданып, әрі қуанады. Қыз ақбозатқа отырып, әсем киімдерді киіп, жігітпен бірге ауылына келеді. Жол жөнекей алтын күмістерді жоқ жітіктерге бөліп береді. Қыз әкесінің батасын алып, жігітке қосылады. Ұлан ғасыр той болады. Әкесі қызының қолына барып тұрады. Ұрысқақ өгей шешесі мен оның жалқау қызы бармақтарын тістеп қала береді. Сөйтіп, қыз бақытты болып мұратына жетеді.